Қайырлы күн баршаңызға. Осы заттардан керемет салат дайындаймыз. Өте әдемі әрі витаминге толы салат. Ең алдымен суға пісіріліп алған қызылшамызды төртбұрыштап тураймыз. Одан соң қызанағымызды тура солай төртбұрыштап турап аламыз. Қызанақтан соң брынзамызды тура солай төртбұрыштап тураймыз. Көкөністерімізді турап болғаннан кейін жақсылап жуылып кептірілген салат жапырағын салатты дайындайтын ыдысымызға қолымызбен үзіп қоямыз. Татымына қарай тұзын салып, зәйтүн май немесе кәдімгі су майды құйып араластырамыз. Енді салатымыздың основасы дайын. Қызылшамызды әдемілеп осылай тізіп шығамыз. Қызылшаның үстінен қызанағымызды, брынзамызды және жаңғағымызды солай әдемілеп тізіп шығамыз. Қазіргі таңда хит болып жатқан салаттардың бірі міндетті түрде жасап, қонақтарыңызды, жақындарыңызды қуантыңыздар. Арнамда сіздермен осындай қызықты рецептермен бөлісіп отыратын болам. Міндетті түрде арнама тіркеліп, лайк басып, коммент жазуды ұмытпаңыздар. Барлық ингредиенттерді осылай әдемілеп қойып шыққаннан кейін, осындай виноградный соуспен үстінен әдемілеп шығамыз. Және де әсемдік үшін мен күнжіт септім үстінен. Достар, міндетті түрде осы салатты жасап, бағалап кетіңіздер. Сіздермен болған Жанар, назарларыңызға көп рахмет.